Бұл жұмыртқаны жарсаңыз, ішінен тірі балапан шығады. Яғни оны пісіріп, бүтіндей солай жеп қояды. Бұл тағамның аты балут деп аталады. Яғни бүгінгі шығарылымда сіздерге ең сорақы, ең жеркенішті топ 5 тағамдармен таныстыратын боламын. Ең соңындағысы мүлдем жеркенішті. Бұл болса шіріген акуланың еті. Бұл акуланың етін жасап жеу үшін процесі өте ұзақ екен. Яғни оны бірінші алып, жерге көмеді, 4 жұмаға, 2 жұмаға. Одан соң алған соң, оның барлығын кептіруге қояды. Яғни 4 айға кептіруге қояды екен. Бұл ұзақ неге процесс десеңіздер, оның зәр шығару мүшесі жоқ екен акуланың. Яғни акула зәрін өзінің терісі арқылы шығарады екен. Сондықтан зәр ащы және улы кислота бөледі дейді. Содан соң осылай процесс ұзақ болады екен. Және де осылай ұзақ процестің өзінде оның акуладан аммиактың иісі өте қатты шығады екен. Бұл тағамды местныйлардың өздері өте жақсы жейді, бірақ басқа келген адамдарға бұл тағамды ұсынбаймыз деп айтады екен. Бұл тағамның аты касумарцу, яғни құрттаған ірімшік. Бұндай тағамды жесек, әлбетте біз мұндай тамақты жемейміз, бұндай тамақты біз итке беруіміз мүмкін, бірақ бұл елде бұл тамақты жейді екен. Ең сорақысы, ол тамақты ішіндегі құрттарымен бірге жейді екен. Бұл тамақтың мұндай болу себебі үстіне шыбындар жұмыртқалайды, яғни жұмыртқалағаннан кейін оның құрттары осы ірімшікті жейді де, бұл ірімшік сұйықтыққа осындай көлемге айналады екен. Содан кейін оны құртымен бірге жеп қояды екен. Өте қызық, естімеген елде көп. Достар, маған көрермен емес, маған жазылушы болыңыздар. Маған сіздердің жылы лебіздеріңіз өте маңызды. Бұл тағамның аты балут деген тағам. Көріп тұрғаныңыздай, бұл шикі үйректің эмбрионы. Бұл эмбрионды ширек ғасыр ұстайды деп айтады. Бұны осылай жартылай пісіріп, шикі күйінде үстіне тұз салып, сорпасын ұрттап, осылай жеп қояды екен. Бұл Швециядан сюрстрёмминг деп аталатын шіріген сүт болып табылады. Яғни мені көріп тұрғаныңыздай, көбі осы тағамды жеп контент түсірген екен. Яғни көбі шыдай алмай құсып тастаған. Бұл тағам өзі консервіде жүретін тағам екен. Оны жеген, оны өздігінен шіріп кетеді екен. Және иісі дейтін өте өткір болады. Бұны көптеген авиакомпаниялар осы тағамды алмайды екен. Яғни жолаушылар өзімен бірге салып жүрсе алмайды екен. Ол өте қауіп, иісі мүңкіп кетуі мүмкін деп тағы да басқа себептермен алмайды екен. Бұл адамдар болса осы сәтті пайдаланып контент түсіріп әлек, яғни иісінің соншалықты өткір екені адамдар шыдай алмай құсып жатыр ғой бірінен соң бірі. Ал енді менің ең топ төрттіктегі ең соңғы осы бөлімін ғана айтар едім, ең жеркенішті деп. Ал сізге қай тағам ең жеркенішті болып көрінді, комментарияға бөлісіп кетіңіздер.